Сәлем достар! Әжемнің асханасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің жасайтын тағамымыз ол бізде шарлотка пирогы. Бүгінгі шарлоткамызды біз шабдалдан жасайтын боламыз. Ұнап жатса лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Тағы қандай видео қалайтындарыңызды жазып кетіңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Бізге керекті заттар. Ол 4 шабдалы мінекей, 160 грамм ұн, жарты шай қасық ванилин, 1 шай қасық қопсытқыш және 4 жұмыртқа, 250 грамм қант. Бірінші жұмыртқадан бастап ыдысымызға саламыз. Ал ендігі кезек бізде қант. Ванилин. Қопсытқыш. Ал енді барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып жатқан кезде жаймен ұнымызды қосамыз. Миксермен 4-5 минут жақсылап әдемі ақ пена болғанша араластыруымыз қажет. Міне достар, шабдалымызды осылай барлығын бірдей қылып, қиықша қылып турап алдық. Ал енді табамызды майлаймыз. Мінекей достар, табамызды майладық. Ал енді баға құямыз. Міне достар, қоспамызды құйдық. Енді шабдалыларымызды жайғастырамыз. Міне құрметті достар, шабдалымызды да жайғастырдық. Ал енді пешке 180 градусқа жөнелтеміз. Ал достар, көптен күткен шарлоткамыз да дайын болды. Енді кесіп, дастарханға қоямыз. Енді дәмін татып көрейін. Қандай дәмді! Достар, өте дәмді, істеп көріңіздер. Лайк басып, тіркеліңіздер.